Сәлем достар, сіздермен әлем ғажайыптар арнасы. Достар, әлемде сан мыңдаған қауіпті жәндіктер бар. Тіпті адамды өлтіретін жәндіктер бар. Ендеше сол жәндіктердің оны айтатын боламыз. Термиттердің адамға тікелей зияны жоқ. Олар қоршаған ортада маңызды рөл атқарады. Термиттерді азық өнімдеріне де қолданатындары бар. Одан кейінгісі биттер қансыз паразиттер. Олар адамның терісімен, қарнымен, адам ағзасындағы өзге де сұйықтықтармен қоректенеді. Биттерді көбіне адамдардың өздері жұқтырады. Табиғатта биттердің 15 түрі кездеседі. Биттер адамға айтарлықтай зиян келтірмейді, алайда ауруы таратуы мүмкін. Таскене. Жыл сайын кенелер лайма дертін қоздырып жатыр. Бұл дерт кененің шығуынан бастайды. Адамның жүрегі айнып, бас айналып, соңында жүрек ауруымен ауырады. Құмырсқа. Кезбе құмырсқалар өзге құмырсқалар секілді үйлеу жасамайды. Олар күні бойы әрі-бері кезіп жүріп, жәндіктер мен майда омыртқаларға шабуыл жасайды. Құмырсқалардың бәрі бірігіп, бір күнде жарты миллион жәндік пен кіші жануарларды өлтіре алады. Аралардың көпшілігі адам айтарлықтай зиян емес. Бірақ олардың солтүстік Америкада кездесетін неміс арасы үлкен көлемді әрі агрессиялы келеді. Олар өз аумағынан көрген тірі жанды аяусыз шағады. Олардың шаққаны тіпті ауыр. Қара бүйе. Қара өрмекшінің аналығы шыққанда денеден нитрооксиан қалатындықтан тез арада медициналық көмекке жүгіну керек. Қара бүйенің уынан көз жұмған адамдар бар. Одан кейінгісі шашты құрт. Шашты құрт сырт көзге әдемі көрінеді, алайда олар улы келеді. Оның улы тікендерінде оған жақындаған денеге у жатсып, адамның басы ауыра бастайды. Ем арасында іші ауырып, тынысы тарылады. Тарақан зиянды жақтарын бәріміз білеміз. Олар бактерия таратушы жәндіктер, оларға туберкулез бен қотыр бактерия мен вирус таратады. Тарақандар бір ай шамасында тамақ жемей де өмір сүре алады. Құрт паразиттер. Паразит құрттары эукариоттық паразит түрі. Олар адамның ас қорыту жолдарында өмір сүреді. Адамның ұйқысыздыққа шалдығып, жүрек айнуының себебі сода. Қандалалар ауру таратпайды, бірақ олар өз ағзаларындағы қоздырушыларды ұзақ сақтайды. Қан арқылы вирусты В, гепатитін, қышыма безгек ауруларын жұқтырады. Қандала шаққан адам ұйқыдан айырылып, күш-қуатын жояды. Қандала қанға жетпейінше бірнеше рет тістей береді. Бүгінгі видео осы. Видео ұнаса лайк басыңыз және арнаға жазылып, қоңыраушаны басыңыз. Ал ендеше сау болыңыз достар. Келесі кездескенше.